Астана қаласы әкімдігінің Кәрім Мыңбаев атындағы нөмірі 59 мектеп-лицейінде оқушыларға сапалы білім берумен қатар қосымша білім беру саласы жақсы жолға қойылған. Мектепте түрлі үйірме жұмыстары жүргізіліп келеді. Солардың бірі керамикалық ыдыстар жасау. Аталмыш үйірмеге жетекшілік ететін көркем графика саласының маманы Сабыржан Амановтың есімін жұрт мақтанышпен атайды екен. Ол оқушыларды көркем керамикалық ыдыстар жасап шығаруға үйретеді. Қазір бұл үйірмеге келушілердің қарасы көбейген. В нашей школе вот открылся. Көркем керамика жасау оқушылар үшін тиімді. Қазір бұл мектепте 1-ден 8-ші сыныпқа дейін балалар келіп, үйірме жұмысына қатысады. Керамикалық ыдыстарды дайындайтын арнайы бөлмелер бар. Мұнда балалардың үйренуіне 5 түрлі ыдыс жасайтын қондырғылар орналастырылған. Олар сабақ өтетін бөлмелерде жабдықталған. Бұл керамикалық жұмыс балалардың ойлау қабілетін дамытуға, саусақ моторикасын дамытуға өте қолайлы. Тез шешім қабылдауға бейімдейді. Нөмірі 59 мектеп-лицейінің басшысына рахмет. Балаларға осындай жағдай жасаған. Доставка идет, сырьем проблем нет, по заявке все привозится. Керамикалық ыдыс жасайтын маман сабақ барысында оқушыларға қондырғының түрлері мен олармен қалай жұмыс жасау керектігін егжей-тегжейлі түсіндіріп, жұмыс жасау тәсілдерін үйретеді. Алдымен керамикалық ыдыс керек топырақтың түрін суменен байланыстырып, жұмсартып, ыдыс жасауға дайындап алатын көрінеді. Айналмалы қондырғымен жұмыс жасау кезінде ылғалдығына қарай түрлі ыдыс түрін шығаруға топырақтың құнарлығы бейімделеді дейді бізбен тілдескен маман. Идет белая, красная глина. Керамикалық ыдыс жасау үшін кез келген топырақты пайдалануға болмайды. Ыдыс жасауға бейім құнарлы өзінің жасайтын күнделікті өндірісте пайдаланатын топырағы болады. Біз шикізатты Алматы қаласынан арнайы тапсырыспен алдырамыз. Оған қажетті деген ақ топырақ пен қоңыр топырақтың түрі бар. Соны араластырып пайдаланамыз. Очень тоже приятно. Самое главное, у нас дети ходят с удовольствием на это. Керамикалық ыдыстың сұлу, көрікті, сымбатты болып шығуы ыдыс жасаушы маманның шеберлігіне байланысты. Жасалған ыдыс оқушылардың түрлі бояу арқылы ажарын кіргізіп, безендіретін көрінеді. Ал қыз балдар керамикалық түрде жасалған жануар бейнелерін арнайы тоқыма киім тігіп дайындайды екен.